Хайл Гитлер. Ленинград қаласында 1982 жылы «Кісен ашқан» атты дипломдық фильмін беске қорғап, дүркіреп тұрған бір ресторанда банкет жасап жатқан Қалила елден бұрын қызыңқырап қалады. Қызды мен орыс ағайындарының қыздары аз болғандай, шетелдік бикештерді биге шақыра бастайды. Қалқып жүрген Қалиланың қолына орысша бір ауыз сөз білмейтін, үріп ауызға салғандай әдемі иностранка түседі. Үлкен көздері көк бөмбе. Қыпша белі үзіліп кетейін деп тұрған сұлуды имене құшақтаған Қалила. Париж дейді екезу ек құлағына жетіп. Күндей күлімдеген келіншек басын шайқайды. Лондон, шетелдік сұлу жоқ дегендей тағы да басын шайқайды. Енді қайдансың періштем деген сөздерді айта алмай Қалила үнсіз телміреді. Сайрап кеп берейін десе тілі құрғыр байланып тұр. Сұлу келіншекте жазық жоқ. Құшағындағы жігітке жауап бергісі келеді. Бірақ Құдай атқанда бір ауыз орысша білмейді. Мюнхен дейді ол, биязы сөйлеп, қай елден келгендігін білдіріп. О, Германия деп қуанып кеткен Қалила сол жерде бар білетін немісшесін шелекке құйған айран сияқты ақтара салды. Хайл Гитлер, Хандехоф, шнел. Сұлу келіншек азиялық жас жігіттің иығына асылған қолдарын жалма-жан жұлып алып, түрі боп-боз болып тұра кеп қашады. Ал Қалила болса, халықаралық қатынастың шиеленісуіне кінәлі болған үшін КГБ-ның қызметкерлеріне 3 сағат бойы жауап беріп, түсініктеме жазып, әрең құтылыпты. Мұртты келін. Халайық, шырқап әнге салайық, келін келді мінекей, кәне қарсы алайық. Ленинградтан ауылға каникулға келген Қалила дүркіреп өтіп жатқан тойдың үстінен түседі. Халық ақыны Манап Көкемовтің бақандай 40 жыл шопыры болған Тоқпан Қайыпов үлкен баласын үйлендіріп жатыр екен. Күйеу бала Әбибулла Қалиланың кішкентайдан бірге тай құлындай тебісіп өскен түйдей құрдасы. Той қызып, келіннің бетін ашу жақындап қалған. Аршыған жұмыртқадай әппақ, көздері мөлдіреген қалалық қалыңдық Роза шымылдықтың ішінде тізе жазып отыра алмай қатты қиналады. Ауыл жігіттеріне қымсынған жас келін қала көрген Қалиланы жақын тартып: «Қалила, аяқтарым серейіп қалды. Аз уақыт болса да ауыстыршы, өлетін болдым» деп жағдайын айтады. Әлі бет ашыла қоймаған сұлудың өтінішін орындаудан асқан артық бақыт бар ма? Қалекең көп ойланбастан шымылдық ішінде отырған келінді алмастыра қояды. Мен ұрлыққа шыққанда ай жарық болды демекші, осы сәтте көрімдік сұрап, шымылдық сыртын торыған жұрттың бәрін ризаткен бір әйел келін отырған жерге екпіндетіп кіріп келеді. «Келген қадамың құтты болсын айналайын. Нұрым, бағым, қуанышым бол» деп жаңа түскен келінге жақындамақ болып еді, ол теріс қарап қашқақтай береді. «Айналайын, ұялма, бетіңді бір көрсетсең болып жатыр. Мен анау-мынау емес, ең жақының боламын алтыным. Әбибулланың туған әпкесімін. Жаным, қуаныштан есім шығып, сонау Кентаудан келіп отырмын. Кәне бетіңді аша қой қалқам» деп келіннің орамалын тартып кеп қалады. Кенет ыржиған аузының үстін қарамұрт басып кеткен келінді көріп, о көтек деп шалқасынан құлайды. Басындағы ақ орамалды жалма-жан тастай беріп, отырған елді қаға-маға Қалила сыртқа тұра кеп қашады. Ақ келін, ақ келін, бізге қонған бақ келін, сәлем беріп еліңе, көңілдерге жақ келін. Қолтаңба. Аюдай қорбаңдағаны болмаса, режиссер досымыз өте нәзік жан. Сәл суық десе пысқырып, түшкіріп, мұрттай ұшып ауырып қалатыны бар. Мұндайда Қалиланың аңғылы мен сыңғылын еркелігін көтеретін Рыскүл келініміз. Бір күні аяқ асты сол келіннің өзі тұмауратып жатып қалады. Қалила
күні бойы мазам болмады деді ол жұмыстан оралған күйеуіне. Банкіні қыздырып арқама қойып берші, мүмкін ем қонып тұрып кетермін. Ес білгелі бері стакан атаулымен ғана бауырласқан Қалекең банкіні қалай қыздырып қоярын білмей кәдімгідей сасқалақтайды. Бірақ күнде қойнында жатқан әйелінің айтқан өтінішін орындамаса және болмайды. Қалила нар тәуекел деп отқа жақсылап тұрып қыздырған банкіні қолының күйгеніне қарамастан бәйбішесінің жауырынына басып кеп қалады. Көзі кіртиіп қозғала алмай жатқан әйелі ойбайлаған күйге жатқан жерінен атып тұрады. Арада 2-3 күн өтіп, қожынасыр досымыз өзінің емшілігі туралы ұмытып та кетеді. Бітпейтін махаббат серияларының кезекті бірін аузы ашылып, көзі жұмылып көріп отырған Рыскүлді еркелетіп, арқасынан сипап отырған Қалиланың алақанына әлде бір дақтың орны анық сезіледі. Бұл не дейді Қалила сезіктен? Сенің арқаңды біреу оңдырмай тырнап алыпты ғой. Білмеймін дейді Рыскүл. Не болса соны айтпай кино көрсетші. Білмеген қалай? Арқаңа бұттайтып тырнақтың ізі түседі. Ал сен білмейсің деп Қалила тұтығып. Ұйқысырап отырып тырнап алыппын деп Рыскүл қызғаныштан жарылған отырған Қалекеңді әрең дегенде сабатсына түсіреді. Бірақ күдікті Қалиланың есінен кетпей-ақ қояды. Кешкісін ванна қабылдап жатып, өз жауырына ұйқысырап дақ түсірейін десе қол жетпейді. Көз алдына небір эротикалық суреттер елестеп кеткен досымыздың екі көзі қанталап, Аттелладай ашуға булығып, ваннадан атып тұрады. Әй қатын, тез бері кел дейді, жан даусы шығып. Не болды? Бір жеріңді ыстық суға күйдіріп алғаннан саумысың дейді Рыскүл ваннаның ішіне жүгіріп келіп. Күйдіргеннің көкесін көрсетейін мен саған. Қане, арқаңды ұйқысырап тырнаш. Ештеңеге түсінбеген жұбайы арқасын тырнамақшы болады. Бірақ жауырынына қолы жетпейді. Қолың жетпей ме? Қане, қалай болды? Шындықты айт деп Қалила атан түйеше бұрқылдады. Білмеймін, әйтеуір арқа тұсым ашып ауырады дейді келіншегі, ештеңені есіне түсіре алмай. Ашығанның көкесін енді көресің. Қане, жаның барда көйлегіңді шеш деп ашу қысқан отағасы бір қызарды, бір босарды. Әйелі көйлегін жоғары көтеріп арқасын тосқанда, Қалиланың қырағы көздері дөп-дөңгелек жараға түседі. Аттелло Рыскүл ауырып қалғанда қалайша банкіні қыздырып, арқасына қойғанын есіне түсіріп, қуанып кетеді. Рыскүл жанау, мынау менің өз қолтаңбам ғой. Өткен жолы арқаңа бақ, оны бірден неге айтпадың дейді Қалила мәз болып. Неге сілейіп тұрсың? Көйлегіңді түсір. Балалар келіп қалса ұят болады.